Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Амаркет Central Asia YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео барысында мен сіздерге біздің ресми веб-сайтта қалай тіркелуге болатынын көрсетемін, және ол жалпы тіркелу рәсімі өте оңай екенін айта кету қажет. Біріншіден әрине де Амаркетс ресми веб-сайтына өту қажет. Amarkets.org деген сілтеме бойынша сіздер дәл осы біздің сайтқа кіре аласыздар. Әрмен қарай сізге қажетті батырма, ол әрине де оң жақта орналасқан есеп шотты ашу батырмасы. Жалпы есебімен айтқанда бұл веб-сайтта өте көп тілдер қолданылады, өте көп тілге ауыстыра аласыздар. Жалпы интерфейсті, оның арасында енді әрине де қазақ тілі де бар. Бірақ жалпы есебімен айтсақ, жеке кабинет жағынан және жалпы веб-сайт жағынан енді қазақ тілімен кішігірім қиыншылықтар бар. Сондықтан енді мен әрмен қарай видео барысында дәл осы сайтты орыс тілінде қолданып жалғастыратын боламын. Біз көріп отқандай мінекей оң жақта және орталық жақта орналасқан батырмалар әрине де сіздерге демо есеп шотын немесе нағыз есеп шотты ашуға мүмкіндік береді. Көптеген енді ақпарат орналасқан батырмаларда өте көп екенін көріп отырмыз. Бер жақта мінекей есеп шоттар туралы ақпарат, жалпы ECN, Zero немесе стандарт есеп шоттары туралы қосымша ақпаратты аламын дейтін болсаңыздар, мінекей мынау батырмаға мысал үшін басып толыққандай ақпаратты көре аласыздар. Бастапқы депозит туралы, leverage туралы да ақпараттар осында. Енді бұның барлығын өздеріңіз шешетін мүмкіндіктеріңіз болады. Әрмен қарай веб-сайт барысында енді қызықты ақпараттарды көріп жатырмыз. Жалпы алтынның долларға қатысты бағасы дәл қазір қандай болып жатқаны график ретінде көрсетілген, және де жалпы компания туралы ақпаратта осында бастапқы бетте орналасқан. Және дәл сол жаңаға біз айтып өткен есеп шоттардың түрлері, яғни стандартты есеп шоты, ECN есеп шоты және Zero есеп шоты. Егер сіз тәжірибелі трейдер болсаңыз, дәл осы ECN немесе Zero есеп шоттары сіздер үшін өте қолайлы болуы әбден мүмкін. Жалпы трейд жасайтын платформалар туралы да мүмкіндік бар. Сіздерде жалпы дәл осы ақпаратты табуға, яғни MetaTrader 4, MetaTrader 5 платформалары туралы ақпаратты осында орналасқан екенін айта кетейік. Осылайша керекті ақпарат біз көріп отқандай барлығы осында бар. Жалпы есебімен жаңалықтар да бар, компанияға қатысты жаңалықтар. Бірақ достар, бізді ең қатты қызықтыратыны әрине де ол есеп шотты ашу батырмасы. Мінекей осында орналасқан жалпы ақпарат арқылы сіздер өздеріңіздің бастапқы есеп шоттарыңызды ашуға мүмкіндіктеріңіз болады. Бер жақта мінекей аты жөніңізді және өзіңіздің жалпы Gmail немесе кез келген басқа пошталарыңызда жазуыңыз қажет. Енді жалпы есебімен айтқанда бұл тіркелу рәсімі туралы өте көп әңгіме қозғаудың қажеті жоқ деп санаймын. Сондықтан мінекей өзіңіздің почтаңызды, аты жөніңізді жазып, бер жақта қай платформада трейдинг жасағыңыз келіп жатқанын таңдауға тиістісіздер. Яғни ол MetaTrader 5 немесе MetaTrader 4 екенін көріп отырмыз. Мына батырманы басып, сосын егер сіздерде қандай да бір рефералды код болса, соны енгізуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал сосын енді открыть шот батырмасын, яғни есеп шотты ашу жасыл батырмасын басқан соң сіздер дәл осы веб-сайттың енді жалпы есебімен аккаунтына кіре аласыздар. Бұл жерде енді интерфейс кішігірім басқаша болатынын айта кету қажет. Менде мінекей ашылған есеп шоттарда бар екен көріп отырмыз, бірақ сіздерде олар әлі де болмайды. Ең бастапқы сіздер жасайтын қадам ол әрине де верификацияны өту. Себебі верификацияны өткенге дейін сіздер сайтты толыққанды қолданатын мүмкіндікке ие болмайсыздар, өкінішке орай. Сондықтан енді келесі видеолар барысында да біз сіздермен бірге дәл сол верификация өту рәсімі туралы да жалпы талқылайтын боламыз. Бірақ жалпы есебімен айтқанда профиль туралы мінекей ақпарат осында. Бұл негізі ақпаратты верификация барысында сіздер енгізген жалпы
төлқұжат қағаздарыңыздың арқасында алынатын болатынын айта кетейік. Және де жалпы есебімен айтқанда аккаунт қауіпсіздігі туралы өте көп жалпы опцияларда бар екенін айта кету қажет. Екі факторлы аутентификация және дәл қазір белсенді болып жатқан сессиялар, құпия сөзді ауыстыру мүмкіндігі де бар. Бастапқы мінекей ақпараттар осында, сіздің әмияныңыздың номері де осында жазылған. Әрмен қарай бұл әмияннан әрине де есеп шоттарға ақша аудару мүмкіндіктеріңіз болады. Дәл сол мүмкіндіктерді біз сіздерге келесі видеолар барысында көрсететін боламыз. Бірақ жалпы есебімен айтқанда енді дәл осы тіркелу рәсімі туралы мүмкіндік ақпараттың барлығын мен сіздерге жеткіздім деп ойлаймын. Енді жалпы жетістіктер де мінекей экрандарыңызда. Ашылған лоттар саны, жабылған сделкалар саны да осында барлығы бар. Бірақ бұл енді әзірге аса бір маңызды ақпарат деп айта алмаймыз. Сондықтан келесі келе жатқан видеолар барысында біз сіздермен бірге дәл осы Амаркетс веб-сайтында верификация өту рәсімі туралы да талқылаймыз.